Үкімет басшысы Олжас Бектенов Атырау облысына су тасқыны жағдайы тұрақтанған өңірлерден әскери қызметшілер мен техниканы жедел жеткізіп күштерді арттыруды тапсырды. Премьер-министр өңірге арнайы барып, жұмыс барысын тексерді. Бүгінгі таңда алдын алу шараларының 92% орындалған. Жұмысты тиімді жүргізу үшін облыс орталығы 111 секторға бөлінген. Ұзындығы 482 километрді құрайтын қорғаныс бөгеттері салынды. Бұл жұмыстарға төтенше жағдай мен күш құрылымдарының 6000-ға жуық қызметшісі, 2000-ға жуық техника жұмылдырылған. Еріктілер тарапынан белсенді көмек көрсетіліп жатыр. Өткен сенбіде жағалауды бекіту сенбілігі аясында 9000-ға жуық ерікті атсалысты. Болды ма судың деңгейі? Бұрын 93 жылы болды. Осы дамының жаңа мына шеті суға алып кетті. Енді ол кезде бұндай су болған жоқ та, бірақ жарып кетті де. Енді қазір биылғы дайындық жақсы. Сіздердің үлкен көмек осы техникамен, немен көмектесіп, осы көріп қосымша береміз. Көмектесіп атсаңыздар, өте жақсы жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар Жайықтың Каспий теңізіне құяр сағасының түбін тереңдету жұмыстары қолға алынған. Оған арнайы техникалық флоттық кемелер мен гидравликалық экскаваторлар қолданылып жатыр. Бұдан бөлек суды бұру үшін каналдарды қазу, тазарту жұмыстары да жүріп жатыр. Соколок каналы жалпы өзіне бір күшті қабылдайтын канал болып саналады. Оның басы Жайықтан басталып Каспий теңізіне бітеді. Жұмыстардың бәрі бітті. Минус 21 Балтийский система бойынша барлық бөгеттерді көтердік. Ескі каналды да тазалап шықтық.